Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін патша мен бүркіт атты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Бұрынғы заманда ылғи аң аулауды әдет қылған бір патша болыпты. Күндерде бір күн аң аулап жүрсе, ағаштың басында бір бүркіт отыр екен. Патша көріп, атайын деп ыңғайланған екен. Бүркіт: «Ей патша, мені атпаңыз, мен сізге бір уақытта керек болармын» депті. Патша оның сөзін елемей, атуға тағы ыңғайланады. Бүркіт әлгі сөзін қайта айтып, жалына беріпті. Бүркіт 3 рет жалынғаннан кейін патша ойға қалады да, бүркітті үйіне алып келіп, 2 жылдай асырайды. 2 жылдан кейін патша кедейленіп, асырауға шамасы келмейді де, бүркітті қоя береді. Бірақ бүркіт қанатын көтеріп ұша алмайды. Содан соң ол патшаға: «Ей патша, мені не қылсаң да тағы 1 жыл күт, мұратыңа жеткізейін» деп жалынады. Патша жұрттан қарыз алып, мал алып, бүркітті тағы 1 жыл күтіпті. 1 жыл толған соң, бүркіт патшаны үстіне мінгізіп әкетіпті. Екеуі келе жатып бір дарияға жеткен соң, бүркіт патшаны дарияға тастап жіберіпті. Патша тізесінен суға батып бара жатқан кезде, бүркіт қайтадан көтеріп әкетіпті де: «Патша, қалай, қорықтың ба?» депті. Патша: «Енді өлдім ғой деп едім» дейді. Тағы да бір дарияның үстіне келгенде, патшаны және тастап жібереді. Ортан белінен батып бара жатқан кезде қайтадан көтеріп әкетеді. 3-ші дарияға келгенде тағы тастап жібереді де, қайтадан көтеріп әкетіп: «Қорықтың ба?» дейді. «Енді тастасаң өлемін» дейді патша. «Жоқ, енді тастамаймын. Есіңде бар ма? Мен ағаштың үстінде отырғанда атамын деп мені 3 рет қорқытып едің ғой. Мен 3 рет өз істегеніңді алдыңа келтірдім» дейді де шарықтай кетеді. Бір кезде бүркіт патшаға: «Жоғары төмен қарашы, не көрінер екен?» дейді. «Және жан жағыңа қарашы» дейді. «Оң жағымда сахара, сол жағымда бір үй тұр. Ол үй менің кіші қарындасымның үйі, соған барамыз» дейді бүркіт. Бүркіт келген соң қарындасы алдынан шығып, ағасын күтіп алып, патшаны ілтипат қылмай қораға тастап кетеді. Ағасын тамаққа тойғызып, байлаулы тұрған итін қоя береді. Ит патшаны талай бастайды. Бүркіт шыға келіп, патшаны иттен айырып алып, қарындасына ашуланып, патшаны арқасына мінгізеді де ұшып жүре береді. Ұшып келе жатып бүркіт: «Артымызда не бар?» дейді. Патша артына қарап: «Бір қызыл үй көрінеді» дейді. Бүркіт: «Ол бізді күтіп алмай, сені итке талатқаны үшін жанып жатқан менің манағы қарындасымның үйі. Енді жоғары төмен қара» дейді. «Жоғарыда көк, төменде бір жер көрінеді» дейді патша. «Оң мен солыңа бірдей қара» дейді бүркіт. «Оңымызда сахара, солымызда бір үй көрінеді. Ол менің ортаншы қарындасымның үйі. Соған біз қонаққа барамыз» дейді. Екеуі қарындасының үйіне келеді. Қарындасы алдынан шығып, ағасын күтіп алады да, патшаны қора ішіне тастап кетеді. Бұл да итті босатып қоя беріп, патшаны талатады. Бүркіт оған кейіп, патшаны иттен айырып алады да, қарындасына ашуланып, патшаны үстіне мінгізіп алып жөнеледі. Келе жатып бүркіт: «Артымызда не көрінеді?» дейді. Патша: «Қызыл үй көрінеді» дейді. «Ол бізді күтіп алмағаны үшін күйіп жатқан менің жаңағы қарындасымның үйі.
Енді шешем мен ағамның үйі бар, біз сонда барамыз, дейді. Ұшып келеді. Ағасы мен шешесі алдынан шығып, баласы мен патшаны күтіп алады. Бүркіт патшаға: «Тақсыр, жатып демал. Біраздан кейін сізді кемеге отырғызып, еліңізге қайтарам. Баяғыдан бергі сіздің істеген жақсылығыңызды ақтайын», дейді. Мұнан соң патшаға бір кеме, бір қызыл, бір көк, 2 сандық беріп: «Осы 2 сандықты үйіңе барғанша ашпа. Барғаннан кейін қызыл сандықты сарайдың артқы жағына апарып, көк сандықты сарайдың алдыңғы жағына апарып аш», дейді. Патша мұның бәрін алып, дарияға түсіп, бүркітпен қоштасып жөнеледі. Күндерде бір күн кеме аралға келіп тоқтап қалады. Сол уақытында патша: «Бұл 2 сандықты не үшін ашпасқа?» деп шыдамай көргісі келіп, қызыл сандықтың аузын ашқан екен. Аралдың іші малға сыймай кетіпті. Патша не істерін білмей өкініп, осынша малды бұл кішкентай сандықтың ішіне қалай сыйғызамын деп жылап отырғанда, дариядан бір кісі суды қақ жарып шыға келіпті де: «Не үшін жылайсың?» депті. Патша оқиғасын бастан аяқ баян етеді. Әлгі адам: «Егер де сол малды сандыққа сыйғызып берсем, үйіңдегі өзің білмейтін бір нәрсені маған беремісің?» дейді. Патша: «Мен білмейтін үйімде не бар?» деп ойлап беруге уәде береді. Сонан соң әлгі адам барша малын жиып сандыққа салып береді де суға түсіп кетеді. Патша кемесіне мініп үйіне келсе, ханнан бір ұл туған екен. Патша оны көріп бетінен сүйіп қапаланып жылай бастайды. «Ханым, неге жылайсың?» деп сұрайды. «Сағынғаннан жылаймын», деп патша шынын айтады. Мұнан соң сарайдың артына апарып сандықты ашқан екен, 4 түлік мал далаға сыймай кетіпті де, көк сандықтан бұлбұлдары сайраған бақша шығыпты. Сол кезде патшаның көңілінен қайғылар кетіп, кедейлікті де, ғайыптан кездескен кісіге берген уәдесін де ұмытыпты. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің 1 бөлімі осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып пікір қалдырамыз. Келесі ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.